Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен мөлдір. Бүгін сіздермен котлеттің үй жағдайында оңай дайындалу жолымен бөлісетін боламын. Менімен бірге дайындаңыздар. Ол үшін бізге керек тартылған ет, картоп, пияз, жұмыртқа, сүт және де дәміне қарай тұз, бұрыш қажет болады. Ең алдымен табамызға тартылған етті салып, оның үстіне үккіштің көмегімен картоптарымызды өткізіп аламыз. Өткізіп болған соң пиязды 3-4 бөлікке бөліп майдалап турап аламыз. Және де оның үстіне бір жұмыртқа бізге котлеттерімізді біріктіріп, бір формада ұстап тұру үшін қажет. Оның үстіне сүтті құямыз. Енді дәміне қарай қара бұрыш, тұз және де өзіңізге қажетті басқа да заттарды қоссаңыздар болады. Чеснок деген сияқты, оның барлығы өз қалауыңыз бойынша. Енді біздің массамызды араластырып, 1-2 минутқа қойып қоятын боламыз. Бір-біріне сіңіп пиязы жұмсару үшін. Біздің массамыз дайын болды. Енді алақанымызды сулап, дөңгелетіп, шариктер жасайтын боламыз. Мінекей бізде 12 штук котлет шықты. Енді жай отқа табамызды қойып, оның үстіне майды құйып, майымыз қызғанша осы шариктерді алып, ұнға аунатып, өзіңіздің қалаған ыңғайыңызға қарай барлық жағын бір келкі етіп форма жасаймыз. Котлеттерімізді ең баяу отта қуыратын боламыз. Егер сіз астын қатты қойып, қатты қуыратын болсаңыз, біздің еттеріміз жиырылып, ол өз формасын сақтамайтын болады. Ал если жай отта қуырсаңыз, өз формасын сақтап, мінекей өте әдемі болып піседі. Енді екінші бетіне аударып, оның да қызарғанын күтеміз. Және де дайын болған котлеттерімізді енді табаның үстіне май құймай, осылай құрғақ табаға пияздарды салып астына, үстіне котлеттеріміздің барлығын тізіп қоятын боламыз. Енді табаға су құямыз. Котлетке жеткенше, котлетіміз кішкене ғана батып тұру керек. Осылай ыстық су немесе мұздай су құйсаңыздар болады. Және де осылай суымыз қайнап бастағанда өте баяу отта 40-45 минут немесе 1 сағат пісіріп аламыз. Мінекей біздің дайындаған котлеттеріміз өте дәмді болып шықты. Оны кез келген гарнирмен ұсына аласыз. Және де өзіңіздің үйде дайындаған котлеттеріңізге ешқандай котлет жетпейді, ол сөзсіз. Видео ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңіз.